Садақа беретініңді Алла бұрын білген. Сол беретіндігің себепті жаңағыдай өміріңе өмір қосқан. Ал бермейтініңді білгенде өміріңді қысқартуы мүмкін еді. Немесе туыстық қарым-қатынас сақтамайтынын білгенде ол қысқаруы мүмкін еді. Сондықтан Алла Тағала сіздің беретініңізді баста білген. Сізде таңдау еркі бар ғой өйткені. Алла Тағала мәжбүрлемейді ғой. Сен бересің деп ешкімді Алла Тағала күнәға да сауапқа да мәжбүрлемейді ешкімді. Пенденің өзінің қалауы бар. Алланың алдында пенде сол қалауынан сұралады. Көрдіңіздер ме? Сол сіздің қалауыңызға сай Алла сіздің істеріңізді жаратады. Сіз садақа беруді қалайсыз ғой? Сол кезде автоматты түрде не жұмыс істейді? Қол, жүрек, барлығы жұмыс істей бастайды да, ана садақаны беріп құтылады дейді. Түсіндіңіздер ғой? Демек, сіздің қазіргі беріп жатқан садақаңыз бар ғой? Ол негізінде Алла баяғыда білген сіздің солай